Келесі белдесетін балуандарды ортаға шақырамыз. Жеңіл салмақтағы балуандар Асылхан Төлепов. Асылхан Төлепов, кино және театр актері, дарын жастар сыйлығының иегері, лақап аты Сартай батыр. Хоббиі тауға шығу, атқа міну, спортпен айналысу, бос уақытында деректі фильмдер көрген Дунаты. Ұстанымы еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Қызыл берендегі балуан Асылхан Төлепов, лақап аты Сартай батыр. Ұлтаны болмай ұлтымның, оң жақ бұрышқа сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқынның, пейлі қымбат жұртымның. Асылханның қарсыласы Медет Жаңабай. Медет Жаңабай, актер, блогер, жайдарманшы. Сенің күреске қатысатын досың. Лақап аты Дәу қара. Хоббиі балық аулау, табиғат аясында демалу. Ұстанымы еңбек бәрін жеңбек. Медет Жаңабай, лақап аты Дәу қара. Ал қымбатты жанкүйерлер, Медет Дәу қара келе жатыр ордаға. Жаңабай, лақап аты Дәу қара. Шығып келе жатырған кішкентай қара. Балуандар ортаға шақырылады. Белдесуді бастаймыз. Құрметті көрермен, екі балуан ортада. Асылхан Төлепов пен Медет Жаңабай. Асылхан Төлепов естеріңізде болса, осы өнер барысы турнирінің жеңіл салмақтағы алғашқы жеңімпазы. Ал өткен өнер барысында, өткен жылғы өнер барысында Асылхан Төлепов тағы да жеңімпаз атанды. Ол финалда Әзімжан Саидбаевты жеңген болатын. Ендеше тамаша белдесу болады деп күтеміз. Ал Асылханның қарсыласы Медет Жаңабай. Сонымен Асылханның қимыл ширақ және бірден, құрметті көрермен, бірден жартылай жеңіс ұпайын алып отыр. Қандай әдемі әдіске тастады, қазір өзіне тартып тұрып керемет тастады. Бұл жерде Медет Жаңабай мүлде дайын болмаған байқауға болады. Асылханның қимылы өте ширақ және құрметті көрермен, Айбек, осы жеңіл салмақтағы балуандардың бәрін сөзге тартқанымызда фаворит ретінде осы Асылханды көріп тұрды барлығы. Демек, сол атағын ақтайтын секілді. Енді Асылхан дәл осы өнер жобасының екі дүркін жеңімпазы ғой. Сондықтан да бүгінгі кештің де басты фаворит екені белгілі. Алайда осы ондай жүкті арқалап шығуда бұл кез келгенге оңай емес. Және қазір жамбас ұпайы қандай әдемі. Міне қазір Медет Жаңабай алғаш рет осы өнер жобасына қатысып отыр. Дәу қара деген лақап атын алған екен, бірақ Дәу қараға қарап жатқан біз қазір Асылханды көріп тұрған жоқпыз. Батырға оң солының бәрі бір деп біздің Сартай батыр сақылдап жатыр. Асылхан Төлепов өзінің екі дүркін чемпион екен, кездейсоқ болмағанын дәлелдеп отыр. Және Асылхан бұл жерде тепе-теңдіктен айырып қарсыласын. Сөйтіп әдістіге, ал бұған Медет дайын болмай тұр. Асылхан енді қанша деген. Және осы жақында Әзімбекпен бірге Астанадағы үздіктердің үздігі турниріне бардық. Әзімбек Байлин осы салмақта сөйтсе айтады. Бұл жігіттер уақыт өткен сайын кәдімгі қазақ спортының қыр-сырына қанып, нағыз спортшы болып келе жатыр дейді. Шынында да Асылхан үшінші рет қатысып жатыр ғой. Сондықтан оны тек актер ғана емес, балуан ретінде де қабылдай берсек болады секілді. Бұдан кейін дәл осылай кете берсе, Асылхан Төлеповті актер дегеннен гөрі балуан деп танитындар көбейетін секілді. Өте мүмкін, өте мүмкін. Бұл да болса біздің осы ұлттық спорт ұлықтау ғой енді. Бұл жерде өнер иелерінің арасында осы кім мықты екенін анықтау емес. Бұл жерде бұл ең бірінші кезекте ұлттық спорт ұлықтау. Қазақ күресінің осы біздің елде таза тастады, құрметті көрермен. Біздің елде теңдес спорт екенін және бір дәлелі міне. Бір жамбас, бір жартылай жеңіс және таза жеңіспен қызыл берендегі балуан Асылхан Төлепов жеңіске жетті. Міне Асылхан Төлепов осылайша Асылхан Төлепов, Сартай батыр өзінің екі дүркін чемпион деген атағын қорғауда сәтті бастады. Жеңілген балуанымызға да сыйақы бар, ендеше ортаға көк
Дәуқара. Сыйақыңызды Бүгінгі алыңыз. өнер батысына қатысқаныңыз үшін сізге арнайы сыйлығымыз бар. Жеңімпаздан бір ауыз тілек. Асылхан, бүгінгі белдесуің алғашқы белдесуің қалай өтті? Ассаламалейкум баршаңызға. Өздеріңізбен жүздесіп атқанға өте қуаныштымыз. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Тәуелсіздігіміз баянды болсын. Мына қыран құстар қалықтаған көк аспанымызда тек қана жақсылық болсын. Тәуелсіздігіміз, егемендігіміз мәңгі болғай. Медет бауырыма көп-көп рахмет айтам. Рахмет көп-көп. Ұтылған үшін бе? Қатысқан үшін бе? Рахмет. Көп рахмет балуандар. Медеттен Орындарыңызға сұрақ шақырамыз. қойып мазасын алмайық. Онсыз да кішкене мазасызданып тұр. Медет қазір терлеп тұрсың, сондықтан да үстіңде терің қатып қалмас үшін ар жаққа барып жантақ шайын ішіп, өз-өзің сабырға кел.